Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, тазалық иманның жартысы деген. Адам имандылығының көрінісі ол таза болуы, жанның тазалығы, тәннің тазалығы, соның ішінде қоршаған ортаның тазалығы. Бұның барлығы адамның иманына әсер етеді. Тазалық деген тек сұлабой дәретпен жүру ғана емес, жанның тазалығы да бар. Сол секілді қоршаған ортаның тазалығы да біз үшін маңызды. Қоршаған ортамызда ол да бір аманат секілді. Оның тазалығы, ол жердің тәртібі, ол жерде қойылған нәрсенің барлығына біз аманат деп қараймыз. Тазалық ол біреуге біздің зиянымыз тимеуі, қоршаған ортаға зиянымыз тимеуі, айналамыздағы нәрсені бүлдірмей ұстауымыз. Біздер намазымызда қаза қылмай